Қазақстан ғасырлар бойы татулық пен бейбітшіліктің алтын бесігіне айналған сан ұлттың ортақ отаны. Бүгінде бір шаңырақ астында түрлі этнос өкілдері берекелі өмір сүріп, еліміздің өсіп өркендеу жолында аянбай тер төгуде. Олар ғылым мен білімді дамытуға, экономика мен саясатты жетілдіруге, мәдениет пен өнерді кемелдендіруге үлес қосып, мемлекет болашағын бірге қалыптастыруда. Осындай ел игілігі үшін қалтқысыз қызмет етіп жүрген азаматтардың бірі Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Алишер Сатыбалдиев. Кейіпкерімізбен кездесу үшін достық үйіне арнайы келдік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Біздің достық үйіне қош келдіңіз. Әдемі өзбек халқының ұлттық киімін көріп тұрмын. Иә, бұл жерде енді кәріс ұлты, біздің шешен ұлтының және соның ортасында жарқырап өзбек ұлтының ұлттық киімдері тұр. Оны білетін шығарсыз, жаңағындай жігіттеріміз бізде зәр чапан дейді. Осындай зәрден, алтыннан жалатылған сондай тон киеді, басында сәлдесі жігіттеріміздің. Қыздарымыз негізінен енді нәзіктіктің белгісі, бұл шайы жібек матадан осындай киімдер киеді, басында тіллақаш, қыздарымыздың осындай көркін келтіретін сондай бас киімдері. Аяғындағы мәсі, өзбекшесі мақсы деп аталады. Қазақшадан өзбекшесі айырмашылығы жоқ деп те атауға болады. Қыздар шашын 40 какіл дейді, 40-қа бөліп, өріп, осы неде манекенде де сол көрінген. Орамалды өзбек жігіттері белдеріне не үшін байлайды? Чарсы деп атайды, белдеу. Бұл дегеніміз жігіттердің белі мығым, бақуат болуы, пысық болуы сол үшін. Және де еңбектенген адам әрине маңдайы терлейді, соны сүртуге деген сияқты белінде осындай белдеу бар. Енді жігіттердің, жігіттіктің бір символы, көрінісі осы белдегі белбеу ғой. Бұл жерде осылар, енді бұл достық үйінің бір ерекшелігі, келесі залда бізде барлық этностардың өздерінің жеке кабинеттері бар. Солардың қатарында өзбек этномәдени бірлестігінде кабинеті бар. Сол кабинетке сізді шақырамын, сол жақта тамашалауға да болады. Жақсы, барайық. Тарихи сессиялардың сомдалған суреттер бұл жерде. Ұйғыр, тәжік этномәдени бірлестіктері, Украин этномәдени бірлестігі. Тарихи суреттер барлығы бұл жерде бізде. Татар башқұрт деген сияқты. Кәріс этномәдени бірлестігі. Осы жерде арнайы өзбек этномәдени бірлестігіне бір бөлме. Тарихи суреттер. Рахмет. Ассаламалейкум. Ассаламалейкум. Жерстеке. Қалайсыздар? Қош келдіңіздер. Саламатсыз. Сәлеметсіз, қош көрдік. Журналист Маржан ханым. Осы өзбек этномәдени бірлестігінің кабинетімен танысып, орталығымыздың бір ерекшеліктерін көрсетуге келіп тұрмыз. Қош келдіңіздер. Көп рахмет, қош көрдік. Біздің берекесі жарасқан орталығымыз Астана қалалық этномәдени бірлестігіне қарайды. Бірлестіктің төрағасы Шерзат Аппазұлы, ұлттық құрылтай мүшесі, көптеген жылдардан бері осы өзбек этномәдени бірлестігі, сонымен бір қатарда Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі ретінде белсенділікпен жұмыс атқарып келе жатыр. Төрлетіңіз, Маржан ханым, біздің ұлттық символика ерекшеліктеріміз бейнеленген сондай бір жинаған дүниелер музей ретінде қарауға болады, немесе осы этнографиялық бір танымдық орталық деп айтуға да болады. Түркістандағы тайқазан барлық қазақ даласындағы этностардың бірлігінің бір символы ретінде атап өтуге болады. Мына бір қызыл аңыр көзіме оттай басылды. Өте әдемі екен. Жалпы білуімше, бұл өзбек халқында сондай бір байлықтың, жақсылықтың нышаны ретінде, белгісі ретінде әр шаңырақта болуы тиіс бұйым сияқты, солай ма? Иә, өте дұрыс айттыңыз. Анар бұл берекенің белгісі. Сонымен бір қатарда өзбек халқының сөз ана дейді. Дуалдарға іліп қоятын, немесе бір киімдерде де көбінесе суреттері сомдалады. Бұл анардың бір белгісі, бұл отбасының берекесі, көп перзенттік, анардың ішінде көптеген дәндері бар ғой. Сол сияқты мынау жастарымыз отбасы құрған кезде, үйленген, күйеуге шыққан кезде үлкен апаларымыз арнайы солардың жасауларына анардың
суретін сомдап, баталары, дұғаларында осы анар сияқты көбейіңдер, ұрпақтарың көбейсін деген сияқты өздерінің баталарын беріп жатады. Өзбек халқы да ырымшыл халық екен, иә? Әрине. Тақиялар да байқасаңыз, енді әрбір этностың, халықтың өзінің ұлттық киімдерінде ерекшеліктер бар. Өзбек этносының осы ұлттық киімі доппы. Бұл жерде байқасаңыз, мына жерде бұрыштың суреті бұл. Ал мына жерде қабірлердің суреті. Аңыздарға қарағанда осы далада оба ауруы келіп, көптеген халықтар қырылған кезде осы бұрышты жеу арқылы, соның дәрі ретінде пайдалану арқылы халық аман қалған екен. Сол күндерден естелік болсын деп, осы бас киімге бұрыштың және де осындай қабірлердің бір суреттері сомдалған. Сонымен бір қатарда әрбір нүктелері, бұл жерде отбасының қанша мүшесі бар дегендей де сондай да бір белгілер орналастырылып сомдалып жатады. Әр этностың өзінің әуендері, музыкалық аспаптары сол халықтың ішкі дүниесін, жан дүниесін, сонымен бір қатарда сол халықтың өкілдерінің темпераментінде сомдайтын, көрсететін білесіздер. Бұл жерде енді бастасақ, мына дайыра деген музыкалық аспап, дауысының өзі адамның бойында сондай бір сергектікті туғызатын, ритм беретін де нағара бар. Бұл нағараларымыз осындай таяқшалардың көмегімен ойналады. Бүгін тағында біздің жастарымыз жақсы қолданып, жастардың арасында өте кең танымалдыққа ие. Сонымен бір қатарда сұрнай, бұл сұрнайдың үлкен нұсқасы карнай. Тойларда келін киюдің жаңағыдай жас жұбайлардың екі шетінде тұрып, сондай өзі дауысы да бір ерекше қазақтың аспабы сияқты дауыс шығарады. Көп алыс жердегі адамдарды осы жерде той болып жатыр, қуаныш болып жатыр деген бір хабаршы ретінде соның дауысы арқылы шақырылған. Сонымен бір қатарда тамбур аспабы, дутар аспабы, урбап аспабы, көріп тұрсыздар, домбыра сияқты аспаптардың барлығы осы Орта Азиялық түркі халықтарына тән ерекшеліктерге сыбызғы дейміз, өзбекше най деп аталады. Жүріңіздер, жетістіктермен де бір таныстырайық сіздерді. Бұл өзбек этномәдени бірлестігінің көптеген жылдар бойында жинаған осы жүлделі орындары, кубоктар. Марапаттарыңыз көбейе берсін. Бұл жерде байқасаңыз, газеттер тұр. Мен өзім енді осы журналистика саласының осы газеттен шыққаннан кейін символикалық мән беретін жағдай бұл алдымен бізде Егемен Қазақстан газеті, Правда және біздің Жәнібек Қазақстан газеті бұл қазақстандық өзбектер үшін сол Егемен Қазақстан газетінің рөлін атқарады. Бұл жерде бірінші бетте президент, республикалық парламентіміз бар, солардың барлығының атқаратын жұмыстары жазылады. Екінші бетінде облыстық, өңірлік атқарылып жатқан жұмыстар, оң имиджді қалыптастыруы, одан кейінгі үшінші, төртінші беттерінен бастап осы бізде мәдени жаңалықтар. Осы арқылы бүгін таңда Қазақстан Халық Ассамблеясы, алдымен мемлекет басшысы, ел саясаты солай дәріптеліп, насихатталып жүр. Бұл газеттің таралымы бүгін таңда 15 мыңға жуық. Өзімде 7 жыл бойы осы басылымда жұмыс жасадым. Сіз үшін ерекше ыстық шығар, иә? Әрине, бір керемет ұжым бар ол жерде, журналистер ұжымы. Солардың күн түн өздерінің көзінің жауһары нұрын кеткізіп жазғандары ғой. Сонымен де қымбат бағалы. Иә, Әлішер Ғафуржанұлы сан қырлы саланың тізгінін ұстап, адал еңбегімен танылған азамат. Оңтүстік өңірдің қасиетті топырағында дүниеге келіп, бала кезінен білімге деген шексіз құштарлығымен, үздіксіз ізденісімен дараланды. Жастайынан таным көкжиегін кеңейтуді мақсат етіп, өзін жан-жақты дамытуға талпынды. Ол үшін білім жетістікке бастар баспалдақ емес, елге, қоғамға қызмет етудің берік іргетасы еді. Мен өзім киелі Сайрам өңірінде туғанмын.
Ахмет Яссауиді әлемге сыйлаған қара шашаны Ибрагим аталардың жатқан жері сол топырақта ойнап өстім. Әке-шешемізге келетін болсақ, қарапайым кісілер, әкеміз жұмысшы, токар мамандығы. Сол отбасыда өсіп, сол Сайрамдағы, қазір Шымкент қаласында ол елді мекен. Сол жердегі Земот Самф атындағы 19-ші мектеп болды. Сол мектепті оқып бітірдім. Мектепті үздік бітірдім. Мектептің қоғамдық өміріне белсенді араласып, бүгінгі таңдағы жетістіктің бастауы сол жақта жатыр деп айтуыма болады. Өйткені мұғалімдерім барлығы мықты кісілер, білімді кісілер болды. Сабақта енді жақсы оқыды. Мен мұғалім болғанын қаладым. Тұңғыш перзентіміз ғой. Одан кейін Алишер, одан кейін Бахрам, сосын қызымыз Мафтуна. 3 перзентіміз бар. Алишер мектепте сондай белсенді, дарынды оқушы болды. Мұғалімдері, апайлары бәрі жақсы көретін. Олимпиадаларға барып, бірінші орын алатын. Сайрам жұртының нелері, сансыз баптарды зерттеп, түрлі нелері зерттеп, мақалалар жазды газетелерге. Есіктен кіріп келгенде бір ай шыққандай бір не кіріп келетін, күліп, жақынды болып кіріп келетін. Шыншыл, ұжданы таза, ары таза жігіт болды. Қазір де сондай, бала кезінде де сондай еді. Кітап оқуға құмар, мен де құмармын. Кітап оқуға екеуміз таласып қалатын едік. Мектептік жаңағындай облыстық басқа олимпиадаларға қатысып, қашанда бірінші орындардан сөйтіп жүлделі орындар иемдендім. Соның нәтижесінде осы Мұхтар Әуезов атындағы мемлекеттік университетке түсіп, тарих факультетін тамамдап шықтым. Ол жерде Құдайға шүкір үздік бітіріп, жұмыс өтінім сол университетті әлі тамамдамай тұрып басталды деп айтсам болады. Аманат партиясы, ол кезде Нұр Отан партиясы, Отан партиясы болушы еді. Сол партияға қызметке шақырып, бірінші өтілімді сол партияның Сайрам аудандық филиалында есепке тіркеу секторының меңгерушісі, бас есепші болып бастадым енді. Ол кезде қолына енді ғана дипломын алған жас маманға бұл үлкен мансап қызмет тұғын. Сол жерде 10 жыл жұмыс істедім, біраз халықпен қарым-қатынасты сол жерде үйрендім. 2016 жылдың 1 сәуірінде Әлішер Сатыбалдиев Қазақстандағы өзбек этносының төл басылымы Жануби Қозоғистон облыстық қоғамдық саяси газетіне бас редактор болып тағайындалады. 32 жылдық тарихы бар өзбек этносының мәдениеті мен руханиятын дәріптеп, талай жарқын тұлғаларды тәрбиелеген рухани ошақта Әлішер Ғафуржанұлы кәсіби білігін шыңдап, ұлт пен мемлекетке қызмет етудің тағы бір мектебінен өтті. Бұл жылдар оның тұлға ретінде толысуына, тәжірибесінің артуына айрықша ықпал етті. Біздің республикалық көлінде қазіргі күнде танымал газетіміз Жануби Қазақстан. Осы газетте мынау пандемия кезінде қиын заманға ұшырасып қалған еді. Сол кезде біздің газетіміздің таралуы өте аз болған. Енді біз жиналып, ақылдасып, осы газетіміздің мәртебесін қалай көтереміз, таралымды қалай арттырамыз деген мәселелерді талқыладық. Сол кезде Алишер бауырымыздың ұсынысы осылай болған. Біз арнайы челлендж ұйымдастырайық. Мысалы, атауына 20 абунаға ие болайық деген челленджді ұйымдастырайық. Осы челленджді Шәке өзіңіз қолдап берсеңіз, бастап берсеңіз, сол кезде мен ойлаймын біздің газетімізге үлкен көмек болады деп айтқан еді. Шын мәнінде осындай, яғни уақиғаның арқасында, осындай жұмыстың арқасында, осы газетіміздің Алишердің осы жұмыстарымен республикалық деңгейге көтердік. Бұл газеттің таралуы 15 мыңға көтеріліп, және де мәртебесі де, және де осы газетеге деген біздің азаматтарымыздың арасында қызығушылық күшейді. Біз қазір мына Астанада бірлесе отырып, енді біз мәдени орталық тарапынан, Алишер бауырымыз Сенат тарапынан және де ассамблеямен бірлесіп, біз көп іс-шараларға бірге қатысып келе жатырмыз. Қазір күнде журналистер клубын басқарып, және де осы біздің мәдени іс-шараларымызға үлкен қолдауларды көрсетіп келеді. Және де бір өте жақсы сәт болды. Мен өзім екінші курста қазір күнде докторантурада оқып келе жатырмын. Еуразиялық ұлттық университетінде дипломатия және де этносаралық басқару мамандығы бойынша білім алып жатырмыз. Бұл мен екінші докторантурам. Осы докторантураға біз сөйлескен кезінде Алишердің қызығушылығын көрдік.
сол Алишер дайындалып, бізде өзіміздің тәжірибемізбен, осы жолымызбен бөлісіп, Алишер бауырымызда докторантураға түсті. Қазір екеуміз осы Евразиялық ұлттық университетінің және де Қазақстан Халқы Ассамблеясының кафедрасының докторанттары болып оқып келе жатырмыз. Оқу барысында ұстаздар Алишердің осы қабілетіне ерекше баға беріп келе жатыр. Мен ойлаймын, бұл да біздің елімізде мына этнос аралық мәселелерге қатысты және де жалпы айтқанда достығымызды күшейту үшін үлкен бір көмек және де серпін деп айтқым келеді. Жас кезінен қызметке араласты, әсіресе мына қоғамдық саяси ұйымда көбірек жұмыс жасады. Жаңабек Қазақстанның рейтингі өте жоғары газет. Ол саяси қоғамды газет болып есептелінеді, сондай үлкен ұжымды басқарып. Сол жерде осы ассамблеяның тікелей ұсынысыменен президенттің жарлығыменен тағайындалған депутаттарымыздың бірі сенаттағы. Сенат депутаты болғанына да міне 3 жылдың жүзі болып келе жатыр. Біздің руханиятымызды байытуға, тарихымызға, тарих қосуға, мына тәрбиелік танымдық маңызы бар мәселелерді көтереді. Бүгінгі күні әртүрлі балалардың денсаулығына зиян заттарға қарсы, сонымен қатар мына таза азық-түлікпен қамтамасыз ету мәселелеріне бойынша, денсаулыққа қажетті витаминдерді өндіру, соны шығару бойынша көптеген өздерінің мәселелерін көтеріп жатыр. Сонымен қатар кезінде өзі бақ саласында жұмыс жасағаннан кейін бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі туралы, олардың мына ақпараттарының халыққа толық жетуін қамтамасыз етуде, кейінгі кезде әртүрлі желілердегі интернет платформаларындағы жұмыстарды көтеріп жатыр. Шынына керек, TikTok-тағы мәселелерге байланысты теріс берілетін жақтарына жаңағы қарсы жұмыс жасап жатыр. Соларды дұрыс берілуін қамтамасыз ету, мына әскери саладағы жұмыстарды, қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды көптеп көтереді. Шынын айту керек, осы жігіттің бастамасымен бізде шекаралардық аймақтарда қызмет көрсетіп жатқан біздің шекаралық бөлімдерді ретке келтірілді. Соған қаржы бөлуді қамтамасыз етті. Және осы Шымкент өңірінен болғаннан кейін сол өңірдің мәселелерін өте көп көтереді. Өңірдегі, одан кейінгі осы республика аумағындағы барлық этностар Қазақстан халқының сол 20 миллиондық тұрғындардың мүддесі үшін қолдан келгенше еңбек атқарып келе жатырмыз. Оның ішінде енді осы Қазақстан халқының бірлігі, соны жарастыру, соны насихаттау, көрсету бойынша осы Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылымында жұмыс атқарып отырмыз. Оның ішінде осы парламентте тұңғыш рет құрылған бір ел, бір мүдде атауының өзі қандай керемет. Осы депутаттық топтың мүшесі ретінде қызмет атқарып отырмыз. Одан кейінгісі енді өзімізге қосымша жүктелген міндет. Мен өзім енді журналист болғаннан кейін ассамблея айнасы деген арнайы жоба құрып, осы құрылғанына 15 жылдан астам уақыт болған журналистер клубына басшылық жасап жүрмін. Бұл жерде біз контенттерді жөндеу, әрбір терминді дұрыс пайдалану, соларға ден қоямыз. Өткен жылы мысалы республикамыздың барлық 20 облыс қалаларының белді журналистерін баса қосып отырып, үлкен жиындар өткіздік. Сол жиындар барысында да осы жұмыстарды жалғастырдық. Енді биыл ассамблеяның құрылғанына 30 жыл, 400-ден астам жыл бойы арнайы шаралар өтеді. Соның ішінде бізде осы журналистер қауымымен қоян қолтық жұмыс істей отырып, шаңырағымыздың бекем болуы үшін өзіміздің қызметтерімізді атқарып келе жатырмыз. Алишер Сатыбалдиев ел бірлігі мен қоғамдық келісім жолында этносаралық ынтымақты нығайтуға елеулі үлес қосып келеді. Қазақстан Халқы Ассамблеясы журналистер клубына төрағалық етуден бөлек, Қазақстан Халқы Ассамблеясы кеңесінің, Аманат партиясының, Қазақстан журналистер одағының, Қазақстан Республикасы өзбектері Достық қауымдастығы кеңесінің мүшесі. Кейіпкеріміздің адал қызметі елеусіз қалған жоқ. Еңбегі жоғары бағаланып, әр жылдары Қазақстан Республикасы президентінің алғыс хаттарымен Қазақстан Халқы Ассамблеясына 25 жыл, мейірім, Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 30 жыл, Сағадат Нұрмағамбетовтің 100 жылдығы медальдарымен, ерен еңбегі үшін мемлекеттік наградасымен марапатталды. Алишердің ең үлкен бір қасиеті ол кішіпейілдігі.
ұлық болсаң кішік бол деген біздің халқымызда сөз бар. Өзі өте ізденімпаз, біріншіден көп оқиды, көп біледі, тарихты көбірек зерттейді. Сондықтан сол оңтүстіктің, Түркістанның, Түркістан облысының, жалпы Қазақстанның, қазақ халқының тарихын терең біледі деп айтсам қателеспеген болар едім. Өзімен өзі көп айналысады, көп кітап оқиды. Сондықтан қазіргі уақытта біздің арамыздағы ең білімдар, жан-жақты білетін, одан кейін мынау халықаралық деңгейдегі жаңалықтарменен өзі танысып, біліп бөлісіп отыратын, сол бойынша өзінің бір аналитикалық ойларын сарапқа салып отыратын сондай бір әріптесіміздің бірі және бірегейі деп айтуыма болады. Семьясын жақсы білем, анасы бар. Анасының қадір құрметіне қатты жетіп төбесіне көтеріп жүреді. Ананы құрметтеген адам, атаны құрметтеген адам, ол еш уақытта да жаман болмайды. Ішкі дүниесі өте бай азамат. Үлкенді үлкенде сыйлай алады, кішіні кішіге тіреу бола алады. Жанұядағы жарасым, береке мен тұрақтылық жетістіктің алтын қазығы. Бұл қағида Әлішер Сатыбалдиевтің ғұмыр жолында терең мәнге ие. Бүгінде ол жары Рано Тажытайқызымен бірге үлгілі ұрпақ тәрбиелеп бақытқа бөленуде. Жарасымды жұптан олардың таныстық тарихын сұрадық. Біздің бір әпкеміз Раноның әкесімен ағалар, жездеміз однополчан бірге әскерде қызмет еткен екен кезінде. Сөйтіп бір отырыстарына барған кезде Рананы көріп, әпкеміз келіп, сондай бір жақсы қыз бар, бірақ оны өзіңе қарату сенің қолыңнан келмейді ау деген сияқты бір сұрақты белгісімен сондай сөйтіп интрига тудыратындай етіп жетке айтты маған. Сөйтіп өзі іште болды, ол мен қарата алмайтын, өзіне қарата алмайтын, қандай қыз екен ол. Сонда менің әпкем маған сенбей тұрма деген сияқты, өйткені сол жігіттердің алды болып жүрдік қой енді. Сондықтан да енді бел шешіп, звондауға, номерін сұрауға тура келді. Телефонмен сөйлестік, ол шарт қойды маған. 4 қыз болып шығамыз, соның ішіне мен табатын болсаңыз, кейін сөйлесетін шығармын деген сияқты. Сөйтіп, құлыққа басуға тура келді. Ол кезде колледжде оқиды, фармацевтикада колледжіне бардым, сабақтың кезінде. Енді түріміз дұрыс болғаннан кейін ба, қарауыл бірден өткізе салды. Аудиториясына барып, мұғаліміні шақырдым. Сөйтіп шыққаннан кейін Рано Наринжанованы айтып жіберсеңіз дегеннен кейін бір кезде бір өзі шығып тұр. Сөйтіп сұрадым мен, сіздер келісу бойынша 4 адам болып шығу керек еді ғой. Сөйтіп маған жаңағындай құлыққа бастыңыз, бұл болмайды деген сияқты ренжіген болды. Сол кезде айтқан сөзім бар, жаңағындай 1000 қызбен шықсам да, мен бірден танимын. Сол кездесуден кейін енді сөйлесіп, біраз жүрдік. Содан кейін 2008 жылда отбасы құрдық. Бүгінгі күнде осы көпбалалы ата-ана болып, 4 перзенттің әке-шешесі болып жүрміз. Біз осы Сенатқа, Астанаға ауысқанға дейін үлкен үйде інімнің отбасы, менің отбасым бір үлкен шаңырақта тұрдық. Негізі менің ұстанымым сол. Бір үйдің балдары мүмкіндігінше сол үлкен отбасыда болса, бірлік, бекемдік сол отбасыда береке болады. Бір үйде 2 келін болды, енді басқа үйлерде 5-6 болса бізде 2 келін енді. Бірақ осы уақытқа дейін бір ретте бір араздық келіндердің арасында ондай нәрсе болған емес. Інім зубной врач, жоғары білімді азамат. Менің перзенттеріме менен көре сол қамқор, бала кезінде жаңағыдай мектеп болсын, ауырып қалса, сырқаттанса, денсаулығы мәселесі бәрін сол күтетін. Қарындасым да қазір өзінің отбасы бар, қыздарын тәрбиелеп отыр, мұғалім, мектепте. Бақытты әйел, бақытты ана, бақытты келінмін деп айта аламын. Өзі семьяда да 5-ші қызмын. 2 ағам бар, 2 әпкем бар. Бұл семьяда үлкен келін болып түстім, бірақ ерке келін болдым. Әліге дейін еркем. Әлекеңде кейде папа маманы сағынсам да, бала сияқты әлекеңе де еркелеп қалам. Жылап қалатыным бар еркелеп, может, еркелігімді көтер жүрген үшін шығар. Әжем марқұм айтатын, қазір қыз кезің нені армандасаң, нені тілесең, Алла соны береді. Мен тілейтім, нағыз ер азамат болса, бала шағасының, семьясының ауыртпашылығын бәрін өз мойнына алатын,
мейірімді жан болса, сонымен қатар сәл қаталдау болса, сөйтіп армандағанмын өзім. Бірдеңеге жоқ деп тұрды ма, соңына дейін жоқ деп тұратын болса деп, қыздар күлетін үстінде неге өйтіп сұрайсың деп. Маған солай ұнайды, бойы ұзын болса, күнде жұмысқа баратқан кезде галстугын тағып шығарсасам жұмысқа, аяқ киімін тазалап сүртіп берсем деп сөйтіп ниеттегенмін ғой енді. Сол әжем марқұммен кездесуге барған, мен өзім көрейін жігітті қалай деген кезде. Сол кезде екеуміз кездесіп тұрған кезде бір-екі класстасын көрген ғой. Солар айтқан екен, значит, шынымен ақ ниет жасау керек екен. Тура рано өзі армандаған жігітпен көрдім. Сол шығар ол тұрмыс құрайын деп жатқан несі жігіті деп. Аллаға шүкір, Алладан қалай сұрадым, соны берді. Келінім Рана жақсы, ашық мінезді. Кезі келген адамның ішіндегін тауып, ішіне не қып, ішіне кіріп, тіл табыса алатын келін. Құрметімізді жайына қояды. Сосын тамақтарды дәмді қылып істейді. Тең ұлыма жақсы келінім. Немерелерім Амина Бану, Салиха Бану, Мұхаммед, Раяна. Төртеуі де мені өсіп жатыр. Бақытты отбасымыз. Бірлік, татулық, ынтымақтық болсын, тыныштық болсын елімізде. Президентімізге рахмет. Сондай саясаттарын алып жүріп, жұрты тыныш, ел аман. Әлішердің бірге істеп жатқан ағаларына да рахмет. Бірге көріп отырамыз телевизордан. Жақсы мәселелерді көтеріп шығып жатыр. Ризамыз. Мені баламда белсенді, жақсы актив, жақсы мәселелерді көтереді. Үйдегі ұстам адалдық, таза ар, таза нан дегендей. Бала шақаға бұларға да айтамын, адал нан жедірсең, адал нан жеген баладан жамандық күтпейсің дегендей. Өз малыңа қойған нем бар. Бірауыны алдап, сан соқтырып, не қылу деген біздің үйге жат нәрсе. Адалдықтың арты деп ойлаймын, осы балдарын өсіп, үніп, жүргеніге. Аллаға шүкір біздің Қазақстанда саясатын тура барып атқанын арты деп ойлаймын. Тыныштық болса, татулық болса, бәр нәрсе оған жететін артық неғмат жоқ. Достығы, ынтымағы жарасқан Қазақстанда жұмыстаймын деген адамға жұмыста дайын табылады. Алға ұмтылған адам алға көтеріле береді. Ел ағалары, жұрт басымыз барлығы аман болсын. Қазақстанымыз гүлдеп, яшнап, үлгeye берсін. Достығымыз кетмесін. Қазақстан халқына арасында. Отбасыда перзенттеріміз сол әке-шешеден көрген жолмен тәрбиелеуге тырысып жүрміз. Рананың әке-шешесі де жақсы адамдар, керемет, сондай бала-шағасын бәрін үйлендірген, немерелердің, шөберелердің тәрбиесімен айналысып жүрген азаматтар. Солардан көргенімізді қазір перзенттерімізге беруге тырысып жүрміз. Бақыт дегенді әркім әртүрлі түсіндіреді ғой. Кім біреулер дәуімен, біреулер байлықпен. Мен үшін бақыт сүйген жарымның қасында болуы, бала-шағамның амандығы, деніміздің саулығы, барға шүкіршілік ету. Өйткені оның арқасында менің әке-шешем тыныш ұйықтайды. Мен туралы уайымдамайды. Мен ойлап шашына ақ түспейді. Енді қыз бала, ер бала сияқты ата-анаға көп зат жасай алайды деп ойламаймын. Енді ол біреуінің несі ғой. Қыз баланың ең үлкен жасаған жақсылығы оның бақытты болған деп білемін өзім. Сатыбалдиевтер әулетінде тәрбие мен тағылым ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан асыл құндылық. Бұл шаңырақта әр бала ата-анасының мейіріміне шомылып, өнегені бойына сіңіріп өсуде. Олар үшін ең үлкен бақыт жанұядағы жылулық, ата-ана махаббаты мен үйдің берекесі. Әкеміз ең керемет әке деп айта аламын. Енді өзі көп жұмыста болса да, үйде болғанда папа көбінесе кітап оқуға көп көңіл бөліңдер дейді. Өйткені кітап оқыған адам басқа адамнан бір кітаптың бір сөзін оқысаң да басқалардан бір қадам жоғары тұрасың дейді. Сол үшін кітап көп оқуға бізді шақырады, бірге отырып, осы отбасымен бір қызықты кітапты өзі әкеледі, оқиды. Біз оқимыз, мысалы, папа талдап береді. Осы біздің Мұхаммед папаға ұқсағысы келіп, сол папамызды кумирі етіп алып, даже киіміне дейін бірдей кигісі келеді. Папа мейірімді, бізбен көп уақыт өткізеді.
бізге түсінбеген сабақтарда көмек береді. Папа білім алған маңызды болып, оқысаң қор болмайсың деп көп айтады. Мен папамен футбол ойнаймын, шашка ойнаймын, шахмат ойнаймын. Адам бірінші өзінің профессиясы емес адам болу керек дейді. Әкем көп айтады, сен бірінші адам бол дейді. Сол үшін екеуінен ең күшті қасиеттерін алып, сол әкемнің жолы, мысалы, айтамын, депутат болам, бәлкім сол медицина саласындағы ең күшті дәрігер болып шығамын деп, сол мақсатым сол. Мамамыз өте мейірімді, біз үшін еңбек етіп, біздің тәрбиемізге көп көңіл бөледі. Балалар анасының ас әзірлеудегі шеберлігі жайлы да тамсана әңгімеледі. Сұхбат аяқтала салысымен сол өнердің қыр-сырын білмек ниетпен ас үйге қарай бет алдым. Рану ханым, самса түйіп жатырсыз. Иә. Қандай керемет. Құпиясы бар ма? Самсаның дәмді болып шығуына байланысты. Бәр тамақтың жасалу құпиясы бұл мейіріммен, махаббатпен жасау әрине. Ал көңіл күй болмаса ше? Осы тамақ жасап та көңіл күйді көтеруге болады негізі. Өте жақсы. Өзіңізге ұнайды, иә, ас әзірлеу? Өзіме ұнайды, иә. Сол бала шағам мектептен келуіне, уже олар лифттен түскеннен, уже маманың тамағының иісі шығып жатыр, бүгін не пісіріп жатыр екен деп сөйтіп келеді, асығып келеді, иә. Өзбек халқының ұлттық тағамы палау. Аш деп атайсыздар, иә? Иә. Палауды әзірлеудің де бір өзіндік құпиялары бар шығар. Құрметті қонақтар келген кезде плов жасаймыз. Бізге бүгін қонақ болып атам, енем қонаққа келіп отыр. Біздің ең сыйлы, ең құрметті адамдарымыз солар. Солар үшін арнайы шайхана палау жасап жатырмын. Пловдың да түрі бар, негізі той пловы бар, шайхана пловы бар. Ташкенттің өзінде түрлі Харазмның, Самарқанд бәрінің өзінің ерекше пловтары бар. Мен тойға плов жасаған кезде етті үлкендеу салады. Өйткені күріш пісіп болғанға дейін етті шығарып алып, оны көпшілікке турау керек. Біз өзіміз үйде етті жұмсақ піссін деп шайхана плов жасаймыз. Ол кезде ет күріштен қарағанда көбірек салынады. Өз негізі 1 килограмм күрішке 1 килограмм ет салыну керек болса, шайхана палауда сәл жарты килограммдай көп салынады. Нухат дейміз ғой, соны пісіп жатыр, тұзды сумен жібітіп қоямын түнде. Ертесіне плов жасайтын болсам, түнде салып қоямын суға. Ол азанға дейін ісіп, дәу үлкен болады. Сосын тез піседі. 10 минутта піседі. Иә. Содан бірінші майды құямыз қазанға. Содан барып жақсылап қыздырып алғаннан кейін етті саламыз. Содан барып пиязды, артынан қызыл сәбізді салып қуырамыз. Оны қуырып болайын деген кезде ғана сары сәбізді саламыз. Өйткені сары сәбіз тез пісіп кетеді. Мен өзім жақсы көріп ұнатып жасайтын, көпшілік мейіз бен зірәні күрішті салғаннан кейін салады ғой. Мен оны сол бәрін қуырып болғаннан кейін салғанын ұнатамын, өйткені бәрі дәмі шығады тамаққа. Күрішті су мөлдір болғанға дейін мұқият жуылу керек деп айтып жатады. Сол дұрыс па? Иә. Ол күріште крахмал көп қой. Әр жуған сайын оның крахмалы шыға береді, бәрі күріш ауыр тамақ болып есептеледі. Сондықтан жақсылап жуу керек. Палаудың мықты шығуы оның күрішіне де байланысты. Күріш салғаннан кейін 15 минут 20 минут аралығында суын тартып алады. Толықтай суын тартқаннан кейін барып күрішті ортаға жинап, содан аузын жауып, жақсылап үстін полотенцемен жауып, содан 45 минутке қойып қоямыз. Рану ханым, көп рахмет сізге. Рахмет. Палауыңыз дәмді болатынына сенімім мол, күмәнім жоқ. Нут күріш піскеннен кейін соңында қосылады. Өйткені езіліп кетеді ғой. Жақсы. Бұйыртса 1 сағатта піседі, құрметті қонағымыз боласыздар. Рахмет. Қонақжай әулеттің құтты шаңырағынан мейман үзілген емес. Берекесі тасыған дастарханнан дәм тату бізге де бұйырды. Ақ дастархан басында шынайы ықылас пен мейірімнің, жарасымды сыйластықтың куәсі болдық. Отбасы мүшелерінің бір-біріне деген риясыз құрметі мен бекем бірлігі бұл шаңырақтың басты байлығы. Осындай татулық пен берекенің ортасында өсіп өркендеген кейіпкеріміз парасаттылығымен, еліне деген адал қызметімен дараланды. Ел сенімін арқалаған Әлішер Сатыбалдиевтің әр ізгі ісі мен игі бастамасы еліміздің дамуына сүбелі үлес қосып, ұлт бірлігі мен мызғымас ынтымағын нығайта бергей.